Махамбет университетінде өмірін ұстаздық қызметке арнаған Всеволод Иванов атындағы конференция өтті. Республикалық ғылыми тәжірибелі конференция жаратылыстану география факультетінде 2005 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Иванов оқулары атымен белгілі конференция алдымен пленарлық отырыстан басталды. Басқосуда ғалымдар ғылыми жаңалықтармен бөлісіп, өз ұсыныс тілектерін айтты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Иванов мұрасы, оның қалдырған еңбектері жылдар өтсе де маңыздылығын жоймаған. Конференцияның мақсаты Иванов мұрасын насихаттап, қазіргі кездегі биоалуантүрлікті түрлі облыс деңгейіндегі, Қазақстан деңгейіндегі немесе бүкіл жер шары көлеміндегі проблемаларды шешуге бағытталған. Иванов конференциясының көтерілген мәселелер бүгін әсіресе табиғи ландшафттарды сақтау мәселелеріне арналған. Бұл мәселелерде 64 жылдың өзінде Иванов бірнеше ботаникалық объектілер бөліп көрсеткен болатын, және сонымен қатар ол кісінің еңбектерінің құндылығы оларды тек қана өсімдік немесе жануарлар ретінде ғана қорғау емес, тұтас кешенді түрде, яғни экожүйе түрінде қорғаудың қажеттігін атап өткен болатын. Всеволод Иванов 300-дей ғылыми жұмыс, бірнеше монография жариялады. Батыс Қазақстан геоботаника және өсімдіктер физиологиясы ғылыми мектебінің негізін қалаушы. 20 ғасырдың екінші жартысындағы солтүстік Каспий маңы флорасының ірі зерттеушісі. Оның күш-жігердің арқасында университетте қазірде тиімді жұмыс істейтін және Ивановтың идеяларын практикада жалғастырып жатқан ғылыми кадрларды даярлаудың үйлесімді жүйесі қалыптасты. Шәкірттері салып кеткен сара жолын жалғастырып, зерттеу жұмыстарын әлі де тоқтатпады. Атқарылған жұмыстар жайы бас қосуда баяндалды. Мына ортадағы ең ірі көл, бұл Арал-Сор. Көріп отырсыздар, көкшілмен бейнеленген. Осы жөнінде қазір сіздерге тоқталғым келеді. Енді бұл осы аймақта өткен жылы 50-ге тарта көптеген жыралы құрылымдар, сайлы құрылымдар, антропогендік жаңа айтып отырған ландшафттар зерттелді, және онымен сол бойынша сипатталды. Келесіне көше қойшы. Енді бұның аумағы, жаңағы ірі аумағы, енді кімнің Жұбановтың пайымдауы бойынша, яғни 100 шаршы километр квадратталды. Тек қана Арал-Сор жаңа айтып отырған, Арал-Сор көлінің аумағы, жаңа түгел зерттелетін аймақ емес, қате түсініп қалмаңдар. Енді бұл негізін алғанда, жаңа өздеріңіз байқағандай, негізінен Каспий маңы айпатында орналасқан. Және айтайық, бұнда кішігірім ірі ұсақты, жаңа тұзды көлдерден, жаңа сайлардан тұратыны белгілі. Айта кетейік, ол 1933-1984 жылдары Орал педагогикалық институтында жемісті еңбек етті. Оның басшылығымен білім ордасынан 20-дан астам ғалым түлеп ұшты. Шәкірттерінің есімі шет елдерге де белгілі.